Меркі ауданында ерекше күтімді қажет ететін бүлдіршіндерге арналған сәби әлемі орталығы өз жұмысын бастады. Биыл ақпан айында ашылған мекеме облыс көлеміндегі инклюзивті бағытта қолға алынған алғашқы жоба. Қазір мұнда 25 бала арнайы мамандардың бақылауымен тәрбиеленіп, түзету дамыту сабақтарына қатысып жүр. Сәби әлемі балабақшасында логопед, дефектолог, АФК маманы, медбике мен массаж жасаушылар тұрақты жұмыс істеп келеді. Мұнда әр балаға жеке бағдарлама құрылып, сөйлеу қабілетін дамыту, қимыл қозғалысын жетілдіру және ортаға бейімдеу бағытында арнайы сабақтар өткізіледі. Бүлдіршіндер ойын арқылы білім алып, түрлі жаттығулар мен ұлттық ойындарға қатысады. Сонымен қатар емдік массаж, бассейн және су процедуралары да мамандардың бақылауында жүргізіледі. Инклюзивті мекеме 60 балаға дейін қабылдай алады. Қазіргі таңда мұнда 25 бүлдіршін тәрбиеленіп келеді. Инклюзивті білім беру мәселесі қазіргі таңда ерекше балаларға көңіл бөлу болып табылады. Бұл мәселе мемлекет бойынша қазіргі таңда ерекше көңіл бөлініп жатыр. Мемлекет тарапынан әлі де болса бізде ерекше балаларға мамандырылған әр балаға жеке жұмыс жасайды. Балабақша мамандары бірнеше айдың өзінде балалардың бойында оң өзгерістер байқалғанын айтады. Бүгінде олардың сөйлеуі дамып, қимыл қозғалысы мен ортаға бейімделуі жақсара түскен. Садикке келеміз, мамандармен жұмыс жасайды, 4 мезгіл тамақ беріледі, жалпы балаға жақсы қарайды. Осы бір 4 ай көлемі болды келіп жатқанымызға. Жақсы нәтиже көріп жатырмыз. Ерекше баланың болашағына алаңдаған ата-ана үшін мұндай балабақша үлкен демеу. Сәби әлемі тек тәрбие беретін орын ғана емес, бүлдіршіндердің қоғамға бейімделуіне жол ашқан мейірім мекеніне айналып келеді. Бекзат Әшірбай, Айдос Құстобек, Қордай 24 Ньюс.